Баршаңызға сәлем, сізбен бірге Айнұр. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі оңай дайындалатын панкектердің рецептімен бөлісемін. Тек қана сумен, айран, мүлдем сүт қоспаймыз. Өте экономный рецепт. Егер қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Ал енді бастайық. Ең алдымен 260 грамм ұнды аламыз. 2 чай қасық ұн қопсытқыш қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бізге 2 ыдыс керек, міндетті түрде тап-таза және құрғақ болу керек. Белогымызды көпіршіту үшін. Енді 2 жұмыртқаны аламыз да белок пен сарыуызға бөліп аламыз. Жұмыртқамыз бұға дейін тоңазытқышта мұздатылған болу керек. Енді белокты бір шетке қоя тұрамыз. 2 жұмыртқаның сарыуызына 40 грамм қант, 10 грамм ванильді қант, 200 мл су құйып, жақсылап тұрып, венчикпен араластырамыз. Қоспамыздағы ингредиенттер ерігенше араластырамыз. Енді ұнды қоса бастаймыз. 3-ке бөліп саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Енді ұнның 2-ші бөлігін салып жатырмын. Жақсылап тұрып араластырамыз. Іртік-іртік болмау керек. Енді 3-ші бөлігін саламыз. Оны да жақсылап тұрып араластырамыз. Қоспамыз қоймалжын, сәл сұйықтау, қоспа болып шығу керек. Енді бір шетке қоя тұрамыз. Енді белокқа көшеміз. Шым-шым тұз саламыз. Миксермен бір бағытта араластыра бастаймыз. Басында ақырын жылдамдықпен 1-7 секундқа дейін. Содан кейін жылдамдығын көпіршік пайда бола бастаған кезде көбейтеміз. 3-5 минуттай араластырамыз. Қоймалжын қоспа шыққанша. Кілегейіміз дайын болған кезде венчиктен түспейді. Осылай тексерсе болады. Енді кілегейімізді қоймалжын қоспамызға қосамыз. Жайлап қосу керек. Жаңа венчикпен мүлдем араластыруға болмайды. Тек қана қасықпен жайлап араластырамыз. Сонда ғана панкектеріміз үлпілдек болып көтеріліп пісіп шығады. Видеодағыдай қасықпен жайлап асықпай араластырыңыз. Қажетті ингредиенттерді видеоның астына қалдырамын. Өте нәзік үлпілдек қоспамыз дайын болды. Ал енді пісіруге кірісейік. Міндетті түрде панкектерді антипригарный сковородкада жасаңыздар. Ал егер де антипригарный сковородкаларыңыз болмаса, оны қалай қолдан жасауға болатыны жайлы видеомды каналымнан көре аласыздар. Себебі панкектер майсыз пісіріледі, сондықтан ол күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан арнайы сковородкада пісіргендеріңіз дұрыс. Орташа отта пісіреміз. Шамамен әр шеті 1 минутта піседі. Бетінде көпіршіктер пайда бола бастаған кезде міндетті түрде аудару керек. Сол арқылы 2-ші шетінің піскенін білуге болады. Өте жылдам піседі. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай тез әрі оңай дайындалады. Егер бұл рецепт ұнаса, лайк басып, коммент жазып, менің каналымды қолдап тіркелсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Айнұрмен бірге болып видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.